каналында хабарлар студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бойле малюмат. Қырым хатырлай. Бу пек яхшы проекттер. Оның майеті балаларның тешебіслері вастасынен роликлер чекілуіні тешкіл етмектір. Ахмеджете фашизм құрбанларының хатырасыны андылар. Автомобильден көнеш мобильге же. Ең мұйымы бұл нақлият табиатқа зарар кетірмей. Қырым сакелері ве ярымада мұсафырлері не вақыт электрокарлар дүменлері башына отырарлар. Bıçaksız yardım ederler. Cumhuriyetimizde bir kirurgiyası yanı basamaqqa ko'tarildi. Ahmedjet'nin 6. sanlı şehir hastahanesinde unikal ameliyat geçirildi. Қырым хатырлай фашизм құрбанларының халқара хатыра күні арфесінде Cumhuriyet Devlet Şurasының рейсі Владимир Константинов ве Қырым парламентінің мебуслары концлагерь Красный адлы мемориал комплексте ерлешкен даими атешке чечеклер қойдылар ве эляк олғанларының хатырасыны сүкінет даққасынен андылар. Восстановление памятников идет. Абиделер ғайрыдан тікленілігі епсі регионларда бұйық тезлікнен алып барыла, ама яңылары да яратыла, тетқиқат ішлері алып барыла. Красный совхозның Василик Шурасы хатыра китабы яратылуы бойынша грант әлде етті. Бұ пек яқшы проекттер. Оның майеті балаларының тешебіслері вастасынен роликлер чекілуіні тешкіл етмектір. Кележекте мутехасызлар оларны түзетерлер ве иштимаи ағларда нешір етерлер. Огде бұйық ве мерақлы иш беклей. Бұ вақиаларға балалар желп етілуі пек мұйым. Біз Қырымның ескі сакиныны тербие етеміз демек мүмкін. Автомобильден күнеш мобильге же Қырым сакенлері ве ярымаданың мұсафырлері не вақыт эконнахлия дүмені башына отырып олурлар. Ахмеджете электромобильлері үшін инфраструктура инкешафыны музакере еттілер ве яны электробусларны, коммуналь машиналарны, мотоциклерны тақдим еттілер. Қырым Cumhuriyeti елбашчысы Сергей Аксеновның авалиясы бойынша мақсус иш группасы яратылды. Бұл адамлар ярымадада әлі хамелге кечірілігінен оғрашалар. Мевзана Алиме Мустафаева девам ете. Қырымда электромобилер кет-кете мотолавиоларның сайысы арта. Енді істеген чешітні сечмек мүмкін. Ең мұйымы бұл нақлият табиатқа зарар кетірмей. Девірнен бір адымда Ахмеджете яңы электробуслар, самокат, мотоцикл, коммуналь темізлік машиналары тақдым етілді. 2014 сенеден берлі Қырымда енді 100-ге яқын электрокарлар шығарылды. Олар сессіз ве батареялар ярдымынен çalışалар. Мы выпускаем... Біз машиналарның үч esas чешітіні шығарамыз. Бұл туристлерні ташымақ үшін машина. Шehirler ішінде юк ташылуы үшін техника, ве санитар темізлік үшін коммуналь машиналар. 6 saat devamında машина бүтүнлей толдырыла, алышықлы көчіріжі еріне электрик мотор, 2 саатлық зарядка 300 километрге ете. На данном аппарате... Бұл аппаратта батарейка тура, лития железофосфат, 24 көзлі, рама, стеклопластик тура. Бұл епісі Русияда истисал етілген. Аслында машина 95%-ға Русиялы қысымлардан ибарет. Шымды электромобилер үшін заряд станцияларының сайысы арттырылу суалі тура. Бүгінгі күнде Cumhuriyetimizde оларның сайысы енді 41. Бөле станциялар Ахмеджете ве Ахмеджет районында. Алушта, Судақ, Ведигер шehirlerde бар. Қырым Cumhuriyeti елбашчысы Сергей Аксеновның авалесі бойынша мақсус иш группасы яратылды. Бұл адамлар ярмадада лейхамелге кечірілуінен оғрашалар. Но я думаю, что мы все-таки будем говорить о том... Мен белесем, біз коммуналь электрик нақлият инкишаф етілуі ақында чоқча лаф етерміз. Біріншіден о экологик жеттен теміз, екіншіден сессіз. Ерте кечірілген темізлік яда чөплік чықарылуы бір кімсені раатсызламас. Чүнки бұл епсі сессіз çalışа. Ветек айланып баққан соң коммуналь машина çalışқаныны көрмек мүмкін. Толдырып ағы Cumhuriyetimizde енді кележек сененің курорт мевсіміне жепейді олмақ керек. Қырымда 2030 сенеге же инвесторлар қошқан малие ярдымынен 500-ден зияде электрик заряд станциясыны ерлештірмеге планлаштыралар. Алиме Мустафаева, Максим Голубев, Миллет үшін. Сентябрның 18-ден 19-на же сайлав бөліклері ерлешкен ерлерде ашы яптырмақ мүмкін олар. Бұл мевзуны сағлық сақлав назерлегенде музакере еттілер. Александр Остапенко айтқанына көре бөлі ерлерде эм коронавирустан, эм гриппнен ашыламадан кечмек имканы олар. Бұл пек қолайлы олар. Бұндан да ғайры, ойкен несіл сайлавчылары ағзави шекілде меслиат ала білелер. Қан басымны өлчемек мүмкін олар. Менімже бұл керекледір.
Керечте репатриантлар үшін чоқ квартиралы евны кележексене құрып бітірмеген етленелер. Едіхойы районда есе 2033 сенеге жетікленілмелі регионда көйлерге газ кечірілігі, азбарлар ве парклар абаданлаштырылығы ичтемей жеттен мұйым объектлер тікленілігі девам ете. Қырымнан шарқында yüz берген денешмелер ақында да Учахалов девам ете. Жаны кой керічте 30 ел евелсі пейда олды. Зарема Джемалединованың қорантасы бұ ерге бірінші көчіп келгенлердендір. Амма кардинал денешмелер микрорайонда соңғы 7 ел көрініп башланды. Улицы у нас освещаются. Соқақларымыз ярықлана бұл пек яқшы. Сууча кілген графигіміз деңішті. Егер евелері су ташылған олса, шымды кранлардан ақам біз суынен темин етілдік. Газ бір евге кірсетілді демек мүмкін. Яшайышның ичтимаи турмуш шартлары яқшы олмасынен бір сырада медени темел инкишаф ете. Бұ ерде милли урф адетлеріні сақламаға тырышалар, оларны несілден несілге кечірелер. Еді Қою районының Қыдырлес көйінде де мұзбет денешмелер чоқ. Койны керічнен автобус маршруты бағлай. Жемаат нақлияты бұ ерде график бойынша қатнай. Кележек сене мемориет yollar тамир етілуіні мақсат қоя. Меняется в лучшую сторону. Яқшы тарафқа деңіші. Ярықланув кечірілі, автобуслар қатнай. Анда емді кондиционерлер бар, ем оңайтлыдыр. Yolның сол весақ тарафларындан ішлер алып барыла, от орула, темізлене. Кой шурасының реберлері адамларға ярдым етмеге тырышалар. Керічте федераль мақсадлы программа черчевесінде репатриантлар үшін 72 квартиралы эв құрылмасы девам ете. План бойынша оны кележек сене тапшырмақ кереклер. Еді Қою районында да 119 адам өз квартираларының анақтарларыны беклейлер. Планируется 42 квартиралық эв құрмаға вионы 2023 сенесі эксплуатацияға тапшырмаға планлаштырамыз. Бойлы етіп, невбет меселесіні қысмен қапатырмыз. Біз емде екінші кере сатылған мескен сатын алынуыны назарда тұтамыз. Бойлелікнен мескен ихтияжыларыны қапатып олырмыз. Қырым регионлары инкишафының esas факторы бұ ерлі сакинлерінің ве акимиет векіллерінің сық ішбірлігідір. Бір теклif яда суаль бір-бірі артындан бақыла вечізіле. Дауд Чахалов, Виалим Сейдалиев, Миллет үшін. Реабилитация етілген ватандашларға пара тазминатларының берілігі девам ете. Бұл су электрика ве газға қошылық масрафларынан 50% ödülüdür. Devlet Milletlerara Komiteti bergen malumatқа көре проект әмелге кечірілген вақыт, яғни 5 ел девамында программа аман-аман 500 қырым сакеніне ярдым етті. Оларға 5 миллион рубледен зияде пара төледілер. Право на получение данной Тазминат паралары элде етмек ақы реабилитация ақында весиқалары олған кішілерге аид. Бұ весиқаны олар шеер бөлгесінің яда Қырым муниципаль районының мемориетіне яшаған ерлері бойынша тапшыра білелер. Умумен бұл сене енді 90 адам бөле ярдымны құланылды. Керек олған весиқалар жедвелінен яшаған еріңіздегі мемориетте таныш олмақ мүмкін. Суни стадион, воркаут, яғни соқақ гимнастикасы дәрслері үшін мейданлар, мұхлеслер үшін 30 яны отырғыч ве чоқысы дегер шейлер Ахмеджетнің 38 салы мектебінде тантаналы шекелде стадион açılды. Дауд Чахалов тәфсилатлармен пайлашмаға азар. Каролина Скоробогатова мектепні тахменен 20 ел евелсі бітірді. Енді бұ ерде оның оғланлары оқуй. Балалар яш олғанына бақмадан спортив ирішмелері күн-күнден чоқлаша. Біз оқуғанда бөле имканлар ве стадион yok еді. Ве футбол шымдеді үшін пек рахбетлі олмасы үшін, бұ бала үшін, де умумен мектеп үшін бұйық имканлардыр. Бұ мердивен 38 санлы мектепте оқуған әркезге яқшы таныш. Енді босағалар яп-яны спортив объектке алып бара. О пейда олған сон беден тербие дерслері мерақлы жаве тарафлама олур, дейлер ожалар. Біріншіден біздің чапуфелчықларымыз пек яқшы, олар Ризнанен қапланды. Екіншіден бізде баскетбол ве волейбол үшін яқшы спортив мейданымыз бар. Емде воркаут дерслері үшін мейдан құрылды. Ниайет сышравлар үшін чуқур пейда олды. Умут етем ки біздің беден тербие дерслеріміз баяғы мерақлыжа олар. Стадион açылуы мектепнің 60 йыллық юбилейіне раст келді. Құручылық контракты кечкен сене декабрь айында тізілген еді. Умуми фият 28 миллион рубледір. Ишлер шеер бюджетінің параларына беджерілді. Бұл біз үшін бөле бір бақшыштыр, ана бабалар үшін. Бізде бұл ел 900-ден зияде тәлебе бар. Демек, балалар, ана бабалар бұл объекте пек қуаналар. Сіз тантаналы açылуыны көрдіңіз. Мен мудир оларақ бұл вақияға пек қуанам.
Бу күнлерде Ахмежиттеки 3 санлы мектепте де мектеп стадионы эксплуатацияга тапшырылды. Елның сонуна жеда экысы курулуп битмек керек. Келечек елга Кырым пайтактынын мектептеринде 3 спортив объект текленүүі боюнча проектлер тызылды. Бойле мектеп стадионларында ихтияж тахминен 30%-га окув муэссиселеринде бар. Эпосы мектеплер да темин этилмеди, ама бойле объектлеринин сайысы ел-елдан арта. Ве бу, элбетте, кубандыра. Бу ал балаларга буна лайык шарайтте спортнен ограшмага буюк чемпионлар олмага ве бизни кубандырмага имканлар ача. Суний газон, воркаут, яни сока гимнастикасы дерслери үчүн мейданлар ве мухлислер үчүн 300 яны отургыч. Эң буюк иришмелер кичип мектеп стадионларындан башлана. Бу мектептин талебелери арасында футбол ве волейбол авескарлары. Эмде мухлислер үчүн ерлер чоклашалар. Дауд Чахалов ве Алим Сейдалиев, Миллет үчүн. Қырымда бірінші кере Қырым пайтақтанда бел патологиясы олған вақыт яны усулиет құланылмасы эндоскопик амелият кечирилди. Бу Санкт-Петербург ве Ахмежит мутахассислары бераберликте япып олдылар. Тәфсилатлы малуматны Мерьем Усманова азырлады. Хирург үшін бұл техника не қадар қиын олса, хаста үшін о қадар хош ве янгіл жемқұретімізде бел хирургиясы яны басамаққа көтеріле. Ахмежиттеки 6 санылы ажеле таби ярдым клиник хастаханесінде бірінші кере бел патологиясы олған вақыт эндоскопик амелият кечіріле. Манипуляциялар Санкт-Петербургтан келген етекчі нейрохирург Родион Лапшинның незаретінде кечіріле. Арқа миыны бошатмақ үшін белкемекнің бір қысымны алып ташламақ керек. О ерге етіп бармақ үшін. Бойле амелият транспедикуляр фиксация кірсетулівінен екунленмек керек. Хастанын диагнозы бел кемикара дискінің қойылдығы ве тамам шу даққаларда оны күчік тешіктен yok етелер. Қансыз эпосы манипуляциялар эндоскоп ярдымынен кечіріле. Санки қойымжығы қышы. Шимали пайтақтан келген нейрохирург оз ішінде мутахассис Кырым иждешлерінен тәжірибе пайлаша. Адди шарайтте бойле хирургия хастаға амелият кечірілген күні аяққа турмаға имкан бере. Весі қалда екінші күні хаста евге қайтырыла. Элбетте, егер ананеви хирургиянен қиясласақ, бұл елінің бір сыра мұзбет чезгілері бар. Хаста тез түзеле, ве яра бұйық оламай. Минимал кесув 7-8 мм. Аз инвазив техника классик усулда япылған амелиятның альтернатив чешітідір. Бойле операциядан сон хасталар тежде озын екелелер. Біз Кырым үшін ян амелиятларны көрсетеміз. Олар бел кемекнің ве арқа миының чешік хасталықларны тедавилевінде қолланыла. Хастаханеге донатма берілді, яны компьютер томографы, махсус эндоскопик система ве нейронавигация үшін тертібат. Бұл ершей бел кемекке имплантлар ерлештірмеге имкан берер. Нейронавигация усулының құлануы әкімлерге белкімекке ең қиын операциялар кечірмеге имкан бере. Яны шышыклер яда құлдықлар ерлішмесіні доғыру белгілене. Амелиятлар кечірілу вақты қысқартыла біле ве максималь хирургик нәтижеге ерлешмек мүмкініла. Мерьем Усманова, Саид Лиляев, Миллет үчүн. Ахмежит шерінде в городе Симферополе, где-то в районе греческой церкви, адлы китапның тақдимнамесі кечті, оны Таврида Меркези музейінің 100 жылығына бағышладылар. Китапта музейінің бөліклерінден бірі Илья Сильвинскийінің музей Ева ақында тариф етеле мұсафирлерге муэлиф имзаланған нұсқаларына бағышладылар. Книга о работе музея. Кемерді бірді-бір приоритетлерні фікірлерні дәніштірмек керек ола. Чүнки мерақлы вақиалар пейда ола, оларға музей сеслене. Китап Жумхуриятымыздың ички сиясеті малюмат ве аляқа назерлігінің қол тұтывы иле нешір етілді. В этой книге показаны те факты. Бу китапта эвел нешір олынмаған делиллер беріле. Сонunda бу китап дерч етілігі бу Сельвинский адына музейінің ве бізім назерлігіміздің арасында алып барылған ішнің нетижесідір. Біз бу ішні көргенімізден әлбет таздықладық. Бу буюк иш ве Кырым тарихи мирасының инкишафыдыр. Рельслер, тренлер ве идаре етув пульты огынде тұрғанлар бізім Лейфхама сомырыны демирьолнен бағлаған ватандашымыз ақында Марлен Абдулаев ағасының изендеп кетіп машинист ярдымчысы олды. Оның месулиетлігі бұйық елжылардың қавсызлығы тамам оның ішіне бағлы. Алиме Мустафаева девам ете. Беден сыжағы қан басымы ве сағлықның умуми алы нормаль. Теби бақуфдан кечкен сон талимат ве маршрут кяғыты елерінде. Машинист Сергей Иванов ве оның ярдымчысы Марлен Абдулаев ішке азырлар. Бұ саба бежерілген ішнің тек бір қысмыдыр. Да, электрик треннің техник бақуыны кечірмек керек.
Мы запустили машины и пойдем. Біз машиналарны көчірдік ве барып экипаж қысмыны бақажамыз. Эпісі долапларны ачамыз. Пломбалар олған ерлерні әршей көчірілмек керек. Соң долапларны қапатамыз. Электрик тренге мутехасысларның бую командасы хызмет көстере, ама оны тек екі адам айдай, машинист ве оның ярдымчысы. Бу электрик треннің юрегі айны бу ерде идаре етічі панель ерлесі. Мына бу сапны оге чекеміз ве трен ерінден көче. Марлен Абдулаев Ахмеджит депосында 13 жылдан берлі çalışа. Олажақ зенатыны та балалықтан сечкен еді. Оларның әйві станцияға яқын ерлеші еді. Күчік Марлен тренлеріні көзете еді. Оның ағасы өміріні демир елнен бағлады ве қардашы үшін ибрет олды. Зенат сечілівінде туғанлары да қол тұттылар. Главной задачей Эсас вазифе машинистке трен айдамаға ярдым этмектір. Хавсызлық үшін эпісі чәрелер бақылмақ керек. Машинистның ярдымчысы бу тек Зенат дегілде бутун өмірінің ішідір. Помощник у меня закрепленный. Менің ярдымчым әр вақыт Абдуллаев Марлен Леватович. Онайтлы, қолайлы, білмеген шейлерні огретем, анлатам. Машинист Зенатына огренмек керек дейім. Электрик трен Ахмеджит Ахяр маршруты бойынша қатнай. Марлен Абдулаев елны дыққатнен көзете. Елжыларны бір ерден екінші ерге сақ селемет еткізмек оның esas вазифесідір. Машинист ярдымчысы яқшы білем. Зенатны жан юректен севіп сечмек керек. Оз умырны оттек демир елнен бағлай. Узаққа қатнаған тренлер бұ тек романтик мұйт дегілде, бұюктен бұюк месулиетліктір. Алиме Мустафаева, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның esas информацион программасы Жұма ертесі ве базар күнлері саат 7:30-та Айше Шулакова нәтижелеріле. Қачырманыз. Эфирде бір саат. Суалерге Қырым елбасшысы жауап бере. Мен эпісі мевзуларны білем. Әрбір суалге геже яда күндіз жауап беріп олачағымы яқшы білем. Қырым елбасшысы Сергей Аксеновның Милет телеканалына эксклюзив интервьюсы. Devlet Дума сайлавлары бір қач күнден сон башланacak. Біз бұл сайлавларға зияде жемесулиетлікнен янашмақ керекміз. Қырымда рейберевге азырлық насыл алып барыла. Кечкен сенеге баққанда 1,5 зияде, Қырымда 1,5 тонна боғдай берекеті жиылды. Біздің фікірімізге көре, бұл боғдай өтмек фураж балансына етерлі олур. Берекет жиылуының нәтижелері ақында Қырымның вице-премьер назиры Кой Хочалық назиры Андрей Рюмшин тариф еті. Меденет олачақ мыяда yok. Мында не төлевле, не де бедава дерслер бар. 2025 сенеге қадар Кой ерлерінде меденет мерkezleri пейда olur. Şimdiki dakikaga bu haberlerden epsi edi. Hayırlı akşamlar.